Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай бір ғана қамырдан екі түрлі пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығатын, қонақ келгенде таптырмас пирог екеуін бірге жасап қоя салатын. Ең алдымен ыдысымызға ұнды қопсытқышты салып араластырып аламыз. Одан кейін холодильникте тұрған салқын сары майды салып біркелкі етіп екеуін осындай крошка жасап аламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Жұмыртқаға қантты салып біркелкі етіп, қанты ерігенше араластырып аламыз. Ұнымызға салып, жұп-жұмсақ етіп, қамырын елеп аламыз. Қамырымыз осындай жұп-жұмсақ болып шығуы қажет. Қанша ұн кеткенін, қанша заттар кеткенін осы видеоның астында описание бөлімінде қалдырып кетемін. Міне қамырымыз осындай болып шықты. Енді бір жарты сағат шамасында холодильникке қойып қоямыз. Одан кейін формамызға салып, менде бұл жерде 24 диаметрлі форма бортиктарын жасап, осылай біркелкі етіп жайып шығамыз. Міне дайын болды. Енді ортасына салмасына мен карамельный пирогты жасаймын бірінші. Ол үшін варенкамызды және 20% қаймақ, 2 жұмыртқаны салып, біркелкі масса етіп араластырып аламыз. Менде варенка любовинка деген жақсы, қою, өте дәмді болады. Сомен жасасаңыздар, пирогтарыңыз өте дәмді болып шығады. 1,5 ас қасық кукурузный крахмал қосып жіберемін. Тағы да араластырып біркелкі масса етеміз. Негізі кукурузный крахмалды қоспай ақ қойсаңыздар да болады. Вилкамен астын тесіп шығамыз. Салмамызды құйып, 150 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Шеттерін осылай түзеп шықсаңыздар, өте әдемі болып көрінеді. Екінші пирогымызға қаймақ 20% 3 жұмыртқа, қант және де 1,5 ас қасық кукурузный крахмалды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. 150 градус қызып тұрған пеште 40-50 минут шамасында пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі қызатын болғандықтан өздеріңіздің пештеріңізге қарай пісіретін боласыздар. Менде қатты қызатын болғандықтан 150-140 градус шамасында пісіріп аламын. Енді формамызға құйып, салмамызды салып, осылай түзеп шықсаңыздар да болады. Пешімізге салып аламыз. Енді өте дәмді болып шығады. Осымен пирогымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көріп жатсаңыздар, видеоның астына комментарий қалдырып кетіп, өздеріңіздің жақындарыңыздан де бөлісіп қойыңыздар осы видеоны. Алда шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің парақшама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сіздермен жаңа рецепттермен бөлісіп отыратын боламын әр апта сайын. Міне ортасы осындай қатып әдемі болып шығады. Пештен шыққаннан кейін 2 сағат бөлме температурасында суытамыз. Одан кейін холодильникке қойып қойсаңыздар, тіпті керемет болады.